Алматы облысында тергеу изоляторы жоқ. Сотталушылар тергеу изоляторларында отыру қажет. Қазіргі таңда осы нөмірі 71-ші мекемеде тергеу изоляторында күзетпен ұстауда. Сондықтан Қарасай аудандық сотының ғимаратында сот отырысын өткізу мүмкіншілігі жоқ. Сондықтан қаулы етті осы Талдықорған қаласында Жетісу облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының сот ғимаратында өткізу туралы қаулы етіп отыр. Рахмет. Басқа өтініш хаттарыңыз бар ма? Сотталушының қорғаушылары, сіздерде өтініш хаттарыңыз бар ма? Құрметті сот, менің қорғаудағы Шынасыл анасы екеуі бір-біріне берген арыздар бар. Сіздің атыңызға қоғамдық қорғаушы ретінде Пристав, әперіп жеңізші. Ол кісі қайда қазір? анасы осында. Шынасыл, тұрыңызшы. Сіз қалайсыз ба? Сіздің анаңыз Еспергенова Ақбота Есенгелдиевнаны. Дұрыс қой, анаңыз ба? Сот отырысына сіздің қорғаушыңыз ретінде қатыстыруға. Қалайсыз ба? Жақсы. Еспергенова Ақбота Есенгелдиевна. Сіз осындасыз. Жақсы. Сіз қалайсыз ба? Қорғаушы ретінде қатыстыруға. Сот қаулы етті, бұл өтініш хатты қанағаттандыруға. Еспергенова Ақбота Есенгелдиевнаны сотталушы Шынасылдың қорғаушысы ретінде тағайындауға. Рахмет, отыра беріңіздер.